Жолақтардың нашар жағдайы. Жазған және суреттелген. Дэвид Шеннон. Камила крем-лима бұршақтарын жақсы көретін. Бірақ ол оларды ешқашан жемеген. Оның достарының бәрі лима бұршағын жек көретін, ол да оған сіңгісі келді. Камила басқалардың ол туралы не ойлайтынын үнемі уайымдайтын. Бүгін ол әдеттегіден де қатты қобалжыды. Бұл мектептің бірінші күні еді, ол не киетінін шеше алмады. Таң қалдыратын адамдар көп болды. Ол 42 киім киіп көрді, бірақ ешқайсысы дұрыс көрінбеді. Ол әдемі қызыл көйлек киіп айнаға қарады. Сосын ол айқайлады. Анасы бөлмеге жүгіріп кірді, ол да айқайлады. Уа, аспаным, ол жылады. Сіз толығымен жолақтармен жабылғансыз. Бұл сөзсіз рас еді. Камила басынан аяғына дейін жолақ болды. Ол кемпір қосақ сияқты көрінді. Миссис Крем Камилланың маңдайын сезді. Өзіңді жақсы сезінесің бе? Деп сұрады ол. Мен өзімді жақсы сезінемін деп жауап берді Камилла, бірақ маған қара. Анасы, сіз бірден төсекке оралыңыз деп бұйырды. Сен бүгін сабаққа бармайсың. Камилла жеңілдеп қалды. Ол мектептің бірінші күнін өткізгісі келмеді, бірақ ол басқа балалардың не айтатыннан қорықты. Және ол бұл ақылсыз жолақтар мен не киетінін білмеді. Сол күні түстен кейін доктор Бамбл Камилланы тексеруге келді. Ең ерекше, деп айқайлады ол. Мен мұндайды ешқашан көрген емеспін. Сізде жөтел, түшкіру, мұрыннан су ағу, ауырсыну, қалтырау, ыстық жыпылықтау, бас айналу, ұйқышылдық, ентігу немесе бақыланбайтын бұлшықеттер бар ма? Жоқ, деді Камилла оған. Мен өзімді жақсы сезінемін. Олай болса, деді доктор Бамбл миссис Кремге бұрылып, оның ертең сабаққа бармауының ешбір себебін көріп тұрған жоқпын. Міне, бірнеше күннен кейін бұл жолақтарды кетіруге көмектесетін жақпамай. Олай болмаса, маған қайдан жетуге болатынын білесіз. Ал кетті. Келесі күні апат болды. Мектептегілердің бәрі Камиллаға күлді. Олар оны Камилла Крайон және тірі лолипоптың түні деп атады. Ол бәрі қалыпты болғандай әрекет етуге бар күшін салды. Бірақ сыныптағылар адал болу сөзін айтқанда, оның жолақтары қызыл, ақ және көк болып, жұлдыздармен жарқ етті. Басқа балалар мұны керемет деп ойлады. Біреуі, кел, күлгін полка нүктелерін көрейік деп айқайлады. Әрине, Камилла күлгін түсті полка нүктеге айналды. Тағы біреу, шахмат деп айғайлады. Және 4 бұрыштар үлгісі оның терісін жауып тұрды. Көп ұзамай барлығы әр түрлі пішіндер мен түстерді шақырды, ал бейшара Камилла теледидардағы арналарды өзгертуге қарағанда тезірек өзгерді. Сол түні мектеп директоры Хармс мырза телефон соқты. Кешіріңіз, Крем ханым, деді ол. Мен сізден Камилланы сабақтан үйге қалдыруыңызды өтінемін. Ол тым көп алаңдатады, маған басқа ата-аналар қоңырау шалды. Олар бұл жолақтар жұқпалы болуы мүмкін деп қорқады. Камилла қатты ұялып қалды. Ол 2 күн бұрын оны бәрі жақсы көретініне сене алмады. Енді ешкім онымен бір бөлмеде болғысы келмеді. Әкесі оны жақсы сезінуге тырысты. Мен саған ала алатын бірдеңе бар ма, қымбаттым? Деп сұрады ол. Жоқ, рахмет, деп күрсінді Камилла. Оның шынымен қалаған нәрсесі әдемі тарелка, лима бұршақтары болды, бірақ ол бір күн бойы күлді. Қымымы жақсы, иә, түсіндім, деп міңгірледі доктор Бамбл келесі күні мистер Крем телефон соққанда. Менің ойымша, мамандар әкелгенім дұрыс. Біз тез жетеміз. Шамамен 1 сағаттан кейін доктор Бамбл ұзын ақ халатты 4 адаммен келді. Ол оларды кремдермен таныстырды. Бұл доктор Гроб, доктор Спанж, доктор Крикет және доктор Янг. Содан кейін мамандар Камиллаға жұмысқа кірісті. Олар сығып қағып сынады. Бұл өте ыңғайсыз болды. Жарайды, бұл паротит емес, деп қорытындылады доктор Гроб, немесе қызылша, деді доктор Спанж. Доктор Крикет әрине жешешек емес деп қойды.
Немесе күнге күйіп қалу деді. Доктор Янг, мыналарды қолданып көріңіз деді мамандар. Олардың әрқайсысы оған түрлі түсті таблеткалар толтырылған бөтелке берді. Ұйықтар алдында әрқайсының біреуін алыңыз деді доктор Гроп. Сосын олар алдыңғы есіктен шықты. Оның артынан доктор Бамбы келді. Сол түні Камила дәрісін ішіп алды. Бұл қорқынышты болды. Ол келесі күні таңертең оянғанда ол басқаша сезінді, бірақ киінген кезде киімдері дұрыс емес. Ол айнаға қарады, сонда оған қарап, оның беті бар үлкен, түрлі түсті таблетка болды. Миссис Крем шақырған бойда доктор Бамбл жүгіріп келді. Бірақ бұл жолы мамандардың орнына сарапшылар да келді. Доктор Гурт пен Меллон мырза елдегі ең жақсы ғылыми ой-пікірлер болды. Камила тағы да итеріп қарап тыңдады. Сарапшылар көптеген сандарды жазды. Сосын бір-біріне тығылып сыбырласып кетті. Доктор Гурт ақыры сөз сөйледі. Бұл вирус болуы мүмкін деді ол билікпен. Кенеттен Камиланың бойында бұлыңғыр кішкентай вирус шарлары пайда болды. Немесе бактериялардың қандай да бір түрі болуы мүмкін деді Меллон мырза. Сыртынан қисық кішкентай бактерия құйрықтар шықты. Немесе бұл саңырау құлақ болуы мүмкін деп қосты доктор Гурт. Бірден Камила түрлі түсті саңырау құлақ дақтарымен жабылды. Сарапшылар Камилаға, сосын бір-біріне қарады. Біз бұл сандарды зертханаға қайта баруымыз керек деп түсіндірді доктор Гурт. Бір нәрсе білген соң хабарласамыз. Бірақ сарапшылардың емі туралы ештеңе де болмады. Осы уақытқа дейін теледидар жаңалықтары Камила туралы білді. Әр арнаның тілшілері оның үйінің сыртында болып, таңғажайып өзгеретін баланың таңқаларлық оқиғасы туралы айтып берді. Көп ұзамай алдыңғы көгалдарға қалың топ жиналды. Кремдерге психологтар, аллергологтар, шөп дәрігерлері, диетологтар, экстрасенстер, қарт дәрігер, гуру және тіпті ветеринариядан келген барлық дәрі-дәрмектер толып кетті. Емдеу деп аталатын әрбір нәрсе кедей Камиланың оғаш келбетін одан әрі тану тіпті қиынға соқты. Ол тамырлар мен жидектерді, кристалдар мен қауырсындарды және ұзын жүнді құйрықты өсірді. Бірақ ештеңе істемеді. Бір күні өзін қоршаған ортаны қорғаушы терапевт деп атаған әйел Камиланы емдей алатынын айтты. Көздеріңді жұмыңдар деді ол. Терең тыныс ал және бөлмеңмен бір бол. Олай айтпасаң болды ғой деп Камила ыңырсыды. Ол ақырындап бөлмесінің қабырғаларына иіріп кете бастады. Төсегі оның аузына айналды, мұрны, шкаф, екі картина оның көзі болды. Терапевт айқайлап үйден қашып кетті. Біз не істейміз? Деп айқайлады Крем ханым. Ол одан сайын нашарлай береді. Ол жылай бастады. Осы кезде мистер Крем сыртқы есіктің тып-тыныш тақылдағанын естіді. Оны ашып қараса құлпынайдай толымды әрі тәтті кемпір тұр. Кешіріңіз деді ол жарқырап. Бірақ мен көмектесе аламын деп ойлаймын. Ол Камиланың бөлмесіне кіріп жан-жағына қарады. Құдайым деді ол басын шайқап. Мұнда бізде жолақтардың нашар жағдайы бар. Мен көрген ең нашар жағдайдың бірі. Ол сөмкесінен кішкене жасыл бұршақ салынған ыдысты суырып алды. Міне деді ол. Бұлар айла жасауы мүмкін. Бұл сиқырлы бұршақтар ма? Деп сұрады Крем ханым. Әй, жоқ деп жауап берді мейірімді кемпір. Ондай нәрсе жоқ. Бұл жай ескі лима бұршақтары. Мен сізге біраз ұнайтынына бәс тігемін, солай емес пе? Деп сұрады ол Камила үлкен, үйілген лима бұршақтарын бәрінен де артық алғысы келді. Бірақ ол әлі де мойындауға қорықты. Жақсы деді ол. Лима бұршағын ешкім ұнатпайды, әсіресе мен. Әй, шырағым деді кейуана мұңайып. Мен сен туралы қателескен шығармын. Ол бұршақтарды сөмкесіне салып есікке қарай бастады. Камила кемпірдің кетіп бара жатқанын көрді. Бұл бұршақтардың дәмі өте жақсы болар еді. Оларды жеген үшін күлу оның басынан өткергенімен салыстырғанда ештеңе емес еді. Ол ақыры шыдай алмады. Күте тұрыңыз. Ол жылады.
Шындық, мен лима бұршақтарын өте жақсы көремін. Мен солай ойладым, деді кемпір жымиып. Ол бір уыс бұршақ алып Камилланың аузына салды. Деді Камилла. Кенет бұтақта қауырсындар мен бұдырлы құйрықтар жоғала бастады. Содан кейін бүкіл бөлме айналып кетті. Ол тоқтаған кезде Камилла тұрды, бәрі қалпына келді. Мен емделдім, деп айқайлады ол. Иә, деді кемпір. Мен сенің бір жерде екеніңді білдім. Ол Камилланың басынан сипады. Сосын ол сыртқа шығып көпшіліктің арасында жоғалып кетті. Содан кейін Камилла бұрынғыдай болмады. Мектептегі кейбір балалар оның біртүрлі екенін айтты, бірақ ол оған мән бермеді. Ол өзі қалаған барлық лима бұршақтарын жеп қойды. Енді ол ешқашан жолақтарын тигізбеді. Тыңдағаныңызға рахмет. Төмендегі пікірге лайк басуды және осы кітапты алғыңыз келсе жазылуды ұмытпаңыз.